Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздерге библиографиялық әліппе жобасының аясында библиограф дегеніміз кім деген сұраққа жауап беретін боламын. Библиограф дегеніміз ол баспа өнімдері жөніндегі ақпараттық хабарлама беретін, үнемі ізденіс үстінде жүретін адам, ғылыми тілмен айтқан кезде. Осыдан біраз ғасырлар бұрын жаңағы біздегі адамдар оқырмандардың сұрақ-сұғын қанағаттану үшін түрлі дерек көздерден жаңа мәліметтер тауып беруге тырысты. Олар бізде библиографтар болып саналатын. Енді библиографтың атқаратын қызметіне тоқталатын болсақ, библиограф ең алдымен оқырмандардың сұраныстарына анықтамалар арқылы жауап береді. Және де оқырмандардың сұраныстарын жылдам әрі сапалы түрде қанағаттандыруға тырысады. Сонымен қатар әдістемелік құралдар, библиографиялық құрал, әдебиеттер тізімін, сонымен қатар кітапханаға жаңадан келіп түскен жаңа кітаптардың ақпараттық хабарламаларын және де жаңағы мерейтой иелері мен атаулы күндердің тізбесін құрастырады. Осы жерде тағы бір қызықты деректі айта кетейін сіздерге. Қазақтан шыққан ең тұңғыш библиографтар Міржақып Дулатұлы мен Әбусағит Жиреншин.